Қазіргі сән. Адамдардың жасына қарай киіну стилі де өзгереді. 14 пен 20 жас аралығы өмірде өз талғамын, өз стилін іздейтін уақыт. Бұл жаста өзіне ұнағанын киіп, бір стиль мен екінші бір стильдегі киімді үйлестіріп кие береді. Сәнге айналған алқаны мойнына асып алып, аяғына ашық түсті не тізеге дейін шұлық киюде мүмкін. 20 ғасырда сән мен костюмге айтарлықтай әсер еткен ағым эклектизм болды. Эклектиканың басты белгісі стильдер қосындысы. Мысалы, романтикалық және спорттық стильдің үйлесімді байланысы. Әлемдік сән мінбесіне жібек, табиғи тері және жұқа шифон, қамқа және қарапайым ағылшын твидінің модельдері көтерілді. Жаңа стильдердің пайда болуы мен қарқынды дамуына қарамастан, классикалық стиль бұрынғыша мағынасын сақтап қалды. Классикалық стильге ағылшын стилін, шанель, джинсылық, кантри, теңізші стильдерін жатқызуға болады.